Сириядағы соғысқа кеткен жат ағым өкілдері ол жақтағы ойраннан кейін ертелі кеш өз елдеріне қайтуды жоспарлайды. Бұл өз кезегінде бірқатар мемлекеттердің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін. Бүгін елордада діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу тақырыбы көтеріліп, шетелдік сарапшылардың қатысуымен жиын өтті. Мамандардың айтуынша, Шам еліндегі қарулы қақтығысты көздегендердің бүгінде күші әлсіреп, қосыны сирей бастаған. Бұдан былай олардың бағыты мен мақсаты өзгеруі мүмкін. Существует угроза. Әрине, Сирияға кеткен көптеген теріс ағымның өкілдері ол жақта жеңіліс тапқан соң өз елдеріне қайтуды жоспарлайды. Негізгі бағыттары Таяу Шығыс пен Ауғанстан болғанымен атамекендеріне жетуде де аса қалуы мүмкін. Бұл тек бізге ғана емес, көршілес отырған бірқатар мемлекеттерге қауіп төндіруі мүмкін. Бұл проблема сөз жүзінде алдағы уақыттың еншісіндегі мәселе болып көрінгенімен, жат ағымның өкілдері қашан келеді деп күтіп отыруға болмайды дейді сарапшылар. Арнайы дайындықтан өткен бір адамның өзі біраз ойран салуы мүмкін. Бір адам өзінің келген өзі өте қауіпті. Ол шынымен дайындалып келсе, сондай ниетпен келсе, өте қауіпті. Қауіпті болатын себебі ол үлкен школадан өткен. Кезінде 2004 жылы Жақсыбек Бимұрзаев деген бір террорист болды. Сол келіп Ташкентте 4 теракт жасады. Қазақстанның граждандары сол жерде азаматтар қатысып, сол жерде теракт жасады. Сол жігітті ұстау үшін керемет күш жұмсалды. Бүкіл ұлттық органдардың бәрі осыған күшін бәрін салды. Егер бір 3-4 адам келген болса, әрине бұл үлкен не болады.